Саламатсыздар ма? Мен Исаева Надира Шухратқызы, Самғау оңалту орталығының кітапханашысымын. Ақылына ақы сұрамайтын ең құнды қазына бұл кітап болып есептелінеді. Кітаптың адамзатқа берер пайдасы өте көп. Солардың негізгілеріне қысқаша тоқталып кетейін. Кітап оқу қоршаған ортаны, дүниені және өзін тануға көмектеседі. Кітап оқу жадыны және ойлауды дамытады. Яғни көп оқыған адам жады мықты, тез ойлап, тез қорыталады. Кітаптың қызмет алушыларға пайдасы өте көп. Ең алдымен психологиялық қолдау көрсетеді. Кітап оқу алаңдаушылықты азайтып, көңіл күйді жақсартады. Уақытты пайдалы өткізуге көмектеседі. Ем қабылдау кезінде бос уақытты тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Ойлау қабілетін дамытады. Есте сақтау, зейін қою және қиялдау қабілеттерін күшейтеді. Мотивация береді. Өмірлік оқиғалар мен пайдалы кеңестер арқылы сауығуға деген сенімді арттырады. Стрессті төмендетеді. Қызықты кітаптар адамның көңілін аурудан басқа жаққа аударып тыныштандырады. Қысқасы, кітап ем алушылардың рухани және психологиялық жағдайын жақсартып, сауығу процесіне оң әсер етеді. Кітап адамның рухани досы және дамуының маңызды құралы болып есептеледі.